Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін арықтау марафонның 11-ші күні. Арықтау марафонның ең негізгі шартының бірі 10 мың шақты жинау. Тамақтанумен қатар 10 мың шақты күнделікті жинайтын болсаңыз, сізде салмақ тастау процесі жақсы жүретін болады. Қыздар, барлықтарыңызға белгілі, мен 64 келі салмақпен бастадым. Ал бір аптаның ішінде 64-тен 61-ге түстім. Маған қиын болған жоқ. Ал дәл қазіргі таңда менің салмағым біресе көтеріледі, біресе түседі, немесе біресе тоқтап тұрады. Бұл маңызды емес. Ең маңыздысы бізде объемның кетуі. Объем кетсе, әрі қарай бізде салмақ кету процесі кейін жүре бастайды. Таңғы уақытта вакуум жаттығуын жасап, 2 стакан жылы суымызды ішіп алған соң, бізде 15-20 минуттай таңғы ас дайындауға уақыт бар. Менің бүгінгі таңғы асым өте оңай. Жұмысқа баратын болғандықтан мен таңғы асымды дәл осылай дайындадым. Таңғы асқа менде 100 грамм творог, яғни ірімшік. Үйдің қолдың творогын пайдалансаңыздар болады. Менікі осы дүкендегідей. Қалада тұрғандықтан бізде көп жағдайда үйдің домашний творогтары табуымыз қиын. Домашний творогтың бағасы қол жетімді, ұзақ уақытқа жетеді. 1 келі алсаңыздар, сіздерге шамамен 1-2 аптаға жетеді. Морозилкаға салып қойып, ары қарай пайдалана берсеңіздер болады. Таңғы аста міндетті түрде белок болу қажет. Белок ретінде таңғы асқа өте жылдам тез дайындалатын творог пен жұмыртқаны айтуға болады. Таңғы асқа кез келген салатты пайдалануға болады. Маған әдеттегідей ең оңай болуы үшін қызанақты пайдаланамын. Дәл қазіргі таңда сезон ретінде капустаның және қызылшаның сезоны болуда. Негізі арықтауда қыздар міндетті түрде қызанақ қияр жеудің қажеті жоқ. Арықтауда негізі қол жетімді болатын сезонды көкөністерді жеу қажет. 30 грамм нан және 20 грамм сары майды пайдаландым. Негізі нанға май жағып жегенді өте қатты жақсы көремін. Сіздер де жақсы көрсеңіздер, таңғы уақытта дәл осылай жеуге болады. Негізі арықтауда қыздар, мына өнімді жесең семіресің деген жоқ. Барлық өнімді жеуге болады. Ең бастысы нормамен. Негізі бізде тамақ өте көп, бірақ сіз жалғызсыз. Яғни сіз барлық тағамды жеп үлгермейсіз. Өзіңізге берілген тамақты ғана жейсіз. Творогқа қыздар қаймақ қосуға болады, дәмді болғанын қаласаңыздар қант алмастырғышты қосуға болады. Мен қант алмастырғышты үнемі қосамын. Маған ұнайды дәл осылай тамақтанған. Егер де сіздер шайға қант қосып ішкенді жақсы көретін болсаңыздар, онда дәл менікіндей Фитбараттың стевия деген түрі бар, қант алмастырғыштың. Міне соны пайдалануға болады. Дәл ондай қант алмастырғыштар үлкен супермаркеттерде немесе бұл жерде тұратын болсаңыздар, ең ірі деген дүкендерге барып сұрасаңыздар, сіздерге тауып береді. Қант алмастырғыштан қорықпаңыздар қыздар, олар табиғи түрде фруктозадан жасалған, калориясы 0 болып келеді. Арықтауда бізге ешқандай зияны жоқ. Сол үшін Фитбараттың стевия деген түрін алыңыздар. Негізі қант алмастырғыштың да қыздар құрамы таза емес түрлері бар. Ал қыздар, дәл осындай таңғы асқа сіздер тояр ма едіңіздер? Маған өте тойымды таңғы ас болды. Негізі қыздар, арықтауда өте құнарлы тамақтану қажет. Негізі қыздар, таңғы асты міндетті түрде ішіңіздер. Кейбір қыздар бар, таңғы асты ішпейді, түскі аспен біріктіріп ішеді. Түскі аста сосын көп тамақтанады, кешке тоя тамақ жейді, немесе күні бойы тамақ жемейді, тек қана кешке жейтіндер бар. Міне солардың арасында артық салмаққа бейім жандар өте көп. Егер де дәл мен сияқты 3 мезгіл тамақтанатын болсаңыз, сіздерде срыв болмайды, арықтайсыздар. Бүгінгі менің түскі асым өте оңай қыздар, сіздер де дәл осылай тамақтанып көріңіздер. Негізі мен түскі аста көп жағдайда кешке пісірген тамақты түскі уақытқа алып қоямын. Егер де мен сияқты сабақта, жұмыста болатын болсаңыз, түскі уақытта тамақ дайындауға үлгермейтін болсаңыз, кешкі уақытта дайындап қойыңыз. Сол кезде сізде тамақтану процесі жоспарлы түрде болады. Артық тамақтанбайсыз, срыв пайда болмайды. Бүгінгі менің түскі асым нан салма деп айтады. Кейбір жерлерде бұл тамақты қайшы деп те атайды екен. Негізі әр жақта аталуы әртүрлі. Подливтен және тестадан тұратын тамақтың бір түрі ғой бұл деген. Қасаңыздар, менде ет аз болып тұр, яғни бір ғана дана болып тұр. Еттің орнына мен жұмыртқаны пайдаландым, яғни қайнаған жұмыртқаны түскі асқа мен қостым. Түскі аста міндетті түрде қыздар салат болу қажет. Салат болмаса бізде тойымдылық болмайды.
Салат болмаса бізде запор болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде таңғы түскі ас, кешкі асқа салатты қосуды әдетке айналдырыңыздар. Кез келген салатты дайындағанда дәмді етіп дайындауға тырысыңыздар. Дәмді етіп дайындасаңыздар, өздеріңіз соңына дейін жеп қоясыздар. Кейбір қыздар бар, ПП-ның салаттары өте дәмсіз, мен оны жегім келмейді, амалсыздан жеймін дейді де салатты рационға қоспайды. Ал қыздар, дәл осындай түскі асқа сіздер тояр ма едіңіздер? Онда қыздар, салат бар клетчатка ретінде, белок ретінде, міне қараңыздар, жұмыртқа бар және күрделі көмірсу ретінде қамыр бар. Негізі қыздар, жұмыртқаның сарысы бізде пайдалы майға кіреді. Тамақтану формуласына келетін болсақ, түскі аста белок болу керек, күрделі көмірсу, клетчатка болу қажет және май болу қажет. Дәл осы формуламен тамақтанатын болсаңыздар, қыздар, артық салмақты жинамайсыздар, үнемі тойып жүресіздер, энергияға бай болып жүресіздер. Қыздар, тамақтану барысында негізі шайнауды ұмытпадыңыздар ма? Шайнауды қыздар 25-30 рет кем дегенде шайнау қажет. Дұрыс шайналған тамақ бізде дұрыс қорытылатын болады. Аз қорыту жүйеміз жақсы жұмыс жасайтын болады. Сол үшін 25-30 рет шайнаңыздар. Кешкі ас менде морковный салат және творог. Байқасаңыздар, белок және клетчатка. Кешкі аста мен үнемі жеңіл тамақтанамын, ауыр тамақтарды түскі асқа жеймін. Дәл осы тамақтарға мен өте қатты тойып жүремін, қыздар. Қыздар, мен өзімді ешқандай диетадам деп санамаймын. Себебі мен салауатты өмір салтын ұстанамын. Барлық тағамды жеймін, нормамен жеймін, уақытпен тамақтанамын, су нормамды ішемін, қозғалысымды көбейтіп жүрмін, шаг жасап жүрмін, бір рет күніне зумба билеймін. Міне оның барлығы бізде салауатты өмір салтын ұстану. Салауатты өмір салтын ұстану арқылы біз арықтаймыз, денсаулығымызды реттейміз, көптеген аурулардың алдын аламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша, қанеки қыздар, барлығымыз арықтайық.